келдіңіздер үйге, төрлетіңіздер, кіріңіздер. Көптен күткен рум-турдың бірінші бөлімі. Бірінші біз әрине кіреберістен бастаймыз. Бұндай әдемі кең айна күтіп алады, және айна мынандай әдемі, қарасаңыздар, бұтақпен жалғасады. Құтты бір ағаштың ішінен шығып тұрған секілді. Менің тұрақты оқырманым біледі, стористе осы пенекті, яғни қазақша айтқанда дөңке дегенді көбісі жазып жатыр. Дөңке ғой, түңке ғой, жұлдыз деп, ет шабатын едік ауылда деп. Шын мәнінде осындай отырғанда да аяқ киім киіп, ауыстырғанда да актуальны, өзіме қатты ұнады. Менің жалпы стилистикама үйімнің өте әдемі келіп тұрды. Енді ары қарай бұл консоль қолынан жасалған әдемі бусинкалармен осындай. Және байқасаңыздар, мынау қабырғада ілініп тұратын шам, бұл да ерекше стильде, латуннан құйылған, қолдан жасалған ағаштың элементі. Бұл холдан былай қарай жатын бөлмеге кететін зона, былай қарай қонақ бөлмеге. Қонақ бөлмеге кірмес бұрын менің артында тұрған әдемі картина болады. Неге десеңіздер, бұл ваза, және бұл вазаға күнделікті гүл салынып тұрады, әртүрлі гүлдер. Бұл гүлді қойған кезде әдемі картина болады. Алдағы уақытта мен қалай көрінетінін көрсетем. Әрине гүл шоқтарын жіберіп тұрсаңыздар. Жалпы 98% үй бітті. Сондықтан шыдамсыз танытып жатқан көп оқырманыма рум-тур жасайын деп шештім. Бұны алдағы уақытта тағы да көрсете жатамын. Сондықтан біз қонақ бөлмеге өтелік. Бұл қонақ бөлмеде әрине ТВ зона. Теледидарға да тапсырыс беріп қойдым. Астында шпоннан жасалған подвесной ТВ зона. Түсі де өте нежный оттенок. Және мынандай әдемі полочкалармен. Жарық өте көп түседі. Перделерімді өте өзім секілді нәзік, жеңіл, ең бастысы шаң жинамайды. Қолданысқа күнделікті өте ыңғайлы матадан тапсырыс берілген. Аппақ әдемі жиһаз. Отбасымызбен осы жерде күнделікті кешке жиналып кино көреміз, сериал көреміз. Үйдің жүрегі десем де болады бұл зона. Өйткені осы жерде үйгі жандардың барлығы шоғырланып жиналады. Ал енді жоғарыға қарасаңыздар, жарық. Бұл шам, мен медуза деп атаймын, әдемі, әртүрлі көлемде. Бұл жерді мен үйдің жүрегі деп бекер айтқан жоқпын. Өйткені байқасаңыздар, міне артымда тұрған барельеф, қолдан жасалған шебердің жасағаны емен ағашы. Ұзақ ғасыр жасайтын ең мықты, жалпы қазақ ұғымындағы қуат пен бірлікті білдіретін ағаш болғанды. Алдағы уақытта дастархан болады, яғни стол келеді. Орындықтарымен оған арнайы тапсырыс беріп қойдым. Сол үшін де еменің жанында болсын деген бұл әдемі дастархан басына жиналатын орынға жасалды. Әдемі есікке көшетін болсақ. Бұны да байқасаңыздар, тұтқаны мен ұзақ уақыт бойы іздеп жүріп, арнайы шеберлерге тапсырыс беріп, қолдан жасалған. Бұл да яғни емен ағашының жалғасы бұтақтардан. Қыздар, бұл бізге керекті бөлме, әрине прачка деп аталады. Шағын ғана қылып жасадым. Неге десеңіздер, үйдегі төсек орындар, одан кейін үтіктейтін орын, міне мәселен, мына жерде холодильная доска, үтіктейтін орын. Осыны осылай тық қойдық та. Және үтікпен үтіктейміз. Мында тоқ бар, өте ыңғайлы. Және көптеген заттарды осы жоғарыға салып қоямыз. Оның үстінде чемодандар бар. Чемодандарға арналған мынау арнайы үлкен орын. Мұнда байқасаңыздар, кір жуатын машина және кірді кептіретін машина. Турникет жасаттым, арнайы үтіктеген кезде киімдерді іліп қойғанға. Барлығы ашық тондар, ал бұл гостевой санузел. Испанский керамогранит, широкоформатка, ятор деп аталады, қателеспесем. Керамограниттің маған ұнағаны, ешқандай стыктары жоқ. Байқасаңыздар, ең көлемді керамогранит болғанын қаладым. Кіреберісте осындай шағын киім ілетін шкаф орналасқан. Материалы шпон, табиғи ағаш және ручкасы осындай интегрированный.